Mr. Pogba. Әй, жағдайың қалай бауыр? Көріскеніме қуаныштым. Амансың ба, Рио? Красавчик болып кетіпсің. Әдеттегідей сым болып киініп апсың ғой. Қойшы айта береді екенсің. Рахмет. Бала-шаға, отбасы аман ба? Өзі 3 балам бар еді, Иә, шу. Қалай? Кішкентай Погбалар өсіп келе жатқан шығар? Енді бастап жатыр, иә. Үйдің тасталқан шығарып жүр. Мүмкін емес өзі. Солай де. Пол екеуміздің ең алғаш қалай кездескеніміз есіңде ме? Иә, Кәррингтің базасында ғой, иә. Дәл өзі. Мен физиотерапия бөлмесінде тобығымды тандырып жатқам. Бір кезде арықша, бұйрабас жас бала кіріп келді. Содан сен шығып кеткенде жігіттерден, мынау жүрісі бөлек кім өзі? Деп сұрадым. Маған бұл Франциядан келген ең дарынды бала. Болашақ жұлдыз деді. Ол кезде тіпті ағылшынша сөйлей алмайтын едім ғой. Бірақ академиядағы кезең ең керемет уақыт еді. Лингард, Моррисон сияқты жігіттермен бірге жастар кубогын ұтып алдық. Сол жақта бапкерлер маған допты ұстап тұра бермей, пас берде алға жүгір деп айғайлайтын. Мен ішімнен қалай әрқашан пас беру мүмкін емес қой деп жынданатынмын. Ол кезде жаспын, дриблинг алдаудан қатты ләззат алатынмын. Қарсыластың ауын тексеру мен үшін сән еді ғой. Бірақ Англияда көп нәрсе үйрендім. Футболдың негізі пас және ашылу. Бұл тактиканы ұғынсаң, сен алаңда ешкім тоқтата алмайды. Сенің алаңдағы финттеріңді көргенде көзің жанады ғой. Сол академияда тағы бір сұмдық, талантты тасып тұрған бала болды емес пе? Рава деген. Равиль Моррисон ба? Оның бір хикаясын айтып берейін бе? Мен жаңадан келген алғашқы апталар. Равиль ол кезде команданың бастығы сияқты еді. Бір күні жаттығуда ағылшын футболының стиліне салып, оған қарсы қатты ойнап допты тартып алдым. Ол ашуланып мені теуіп жіберді. Мен ағылшынша білмеймін, қатты итеріп, не істеп жатсың дедім. Ол маған раздевалкада айырамын дегендей белгілер көрсетіп жатыр. Мен французша, ауысатын бөлмеге барғаны көреміз бауыр дедім. Содан көтін бірақ айырдың ба? Раздевалкаға қарай қол басып бара жатырмын. Клубтағы алғашқы төбелесім болатын болды ау деп. Кіремін. Равиль маған қарай жақындап, не бауырым, не керек саған деп сұрады. Мен болсам, оған не керек дегенде былай ғой, сол аяқты артқа қоясың да. Достар, контент ұнаса, лайк басып арнамызға тіркеліп кетіңіздерші. Сіздердің қолдауларыңызбен әр апта сайын жаңа подкаст шығаратын боламыз. Қалжың, Рав жаныма келді де қолын созды. Мен бетіне қарадым да қол алыстым. Содан бері ең жақын досым болды. Бірақ ол сұмдық талант деді. Оның істегенін тек Рональдиньо мен Неймардың видеосынан көретінмін. Сондай дарын иесі неге сен сияқты жоғары деңгейге жете алмады? Өскен ортасының кесірі деп ойлаймын. Бірге жүрген райондағы достары нашар еді. Жастықпен кейде маңызды ойындарға келмей қалатын, кешігетін, өте жиі кешігетін. Алайда ол біздің тобымызда ең талантты еді. Пас бере қоймайтын, бірақ допты да жоғалтпайтын. 17 жасында ересек футбол көрсететін жалғыз сол еді біздің топта. Өкінішті ақ. Ал негізгі құрамның жаттығуына ауысқанда қандай сезімде болдың? Біз сен туралы арасында естіп жүрдік. Францияның ұлы дала баласы деп кейде сыбыс келетін. Сен үшін қалай болды? Айналанда толған жұлдыздар, Юнайтед, бірінші команда дейтіндей. Әрине, вау. Біріншіден, мен олардан үйренуге келдім. Сколстың, Гиггстің жаттығуын қарап отыратынмын. Бірақ алғашқы апталарда мені аямай тепкілейтін. Ал мен үлкендерді сыйлап, қарсы қатты ойнауға бата алмай жүрдім. Сонда бір күні Патрис Эвра жаныма келіп, осылай жүре берсең, киім ауысатын бөлменің қаншығы болып доканса солай жүресің. Қатты ойнауға қорқсаң, 18 жасқа дейінгі командаға қайта бер. Бұл кәсіп қой футбол. Жаттығуда қорқсаң, ойында шасын деді. Патрис айтса айтады. Сонда не істедің? Келесі күні жаттығуға настроймен келдім. Бір эпизодта Бербатовты корпусымен сұлатып түсірдім. Жігіттер үндемеді. Бірақ көздерінен, міне, бізге керек осы деген оқылды. Берба жалпы жастармен көп араласпайтын. Оның өзі де содан кейін менімен сөйлесе бастап, мені сыйлап кетті. Менімен Джошуа Кингті негізгі құрамға алға шақырған күн есіңде жоқ шығар. Кэррингтонда жиналыс болып, ары қарай автобуспен Олд Траффордқа, сосын отельге кетуіміз керек еді. Ал мен жартыбас түсінбей, тура Олд Траффордқа тартып кетіппін. Сөйтіп алғашқы шақыруға кешігіп бардым. Джошуа екеуміз бой болып терлеп кеттік. Менің кесірімнен болғасын, Джошуа мені өлтіріп қоя жаздады. Барсақ, ол кезде кішкентай балам. Бапкерім, Покс, бірінші күннен кешіп жүрген қараш деді. Сонда іштей, енді алаңға шықсам, шашып ойнауым керек дедім. Кездері Бірақ бір сәтте сен командадан кетуге шешім қабылдадың. Не болды сонда? Мен Юнайтедті қалай жақсы көргенін білесің ғой. Бірақ Блэкбернге қарсы ойын бәрін құртты. Жартылай қорғаушылардың бәрі жарақат алып құрамда ойыншы қалмады. Мен негізгі құрамда шығамын деп күтпесем де, екінші таймда шығамын деп ойладым. Фергюсон ортаға Пак Джи Сун мен Рафаэльді шығарып қойды. Алаң жиегінде 70 минут бойы бой жаздым, бірақ мен шығармады. Сол күні
егер маған сенбесе басқа клубқа барып дәлелдеймін дедім. Кетерінің алдында сені коридорда көргенім есімде. Жылағың кеп тұрғанын байқадым. Иә, өйткені мен сендермен бірге ойнағым келген еді. Тіпті соңғы аптада маған негізгі құраммен жаттығуға рұқсат бермей, жалғыз өзімді тренажерге жіберіп қойды. Сосын U18-ге жіберді. Содан соң бір жола кетуге шештім. Сөйтіп Ювентуске бардың. Ал ондағы киім ауыстыратын бөлмеде оңай емес. Буфон, Килини, Пирло деген алыптар болды. Мен кетер алдында жасырын Антонио Контемен жолықтым. Ол маған тактикалық тұрғыда схеманы көрсетіп, мына жерде Пирло, Видаль, Маркизи ойнайды. Сен осылардың қатарында ойнай аласың ба деді. Мен иә, ойнай аламын дедім. Контеде ойнаймын десең, ойнайсың деп сенім білдірді. Сосын мен клубпен контрактқа отырдым. Алғашқы ойын Челсиге қарсы болды. Мен трибунадан тамашаладым. Ортада Видаль, Пирло, Маркизилар ойнады. Өте қиын ойын болды. Қателеспесем ұтылдық. Мен жанып тұрдым. Командаға көмектескім келді. Ойын аяқталған соң Конте мені шақырып алып сұрады. Қалай? Мына деңгейге дайынмын деп ойлайсың ба деді. Мен толық сеніммен иә бос, дайынмын деп жауап бердім. Келесі ойын Юве сапында менің негізгі құрамда шыққан алғашқы ойыным болды. Мен тәуір ойнап шықтым. Содан бері Конте маған сенім артып шығара бастады. Дегенмен барлығын өзгерткен ойын Наполиге қарсы болды. Біз 2-0 жеңдік. Мен алыстан соққан голым жеңіс әкелді. Сол гол маған қатты әсер етті. Содан бері менің аурамда өсіп көтіме жел берді. Әрі қарай менде күмән деген атымен болмады. Бәрекелді. Сен расымен Юведе өзіңнің деңгейіңді біраз өсірдің. Қасындағы жігіттерден біраз тәжірибе алған секілдісің. Солардың бірі Андреа. Пирломен ойнау қандай екен? Сколз екеуінің ойындары ұқсай ма? Пирло нағыз сабырлықтың үлгісі. Егер Сколзимен салыстырсақ, Пирло Роллс-Ройс сияқты, ал Сколз Ламборгини. Сколз нағыз ағылшын футболшысы. Агрессиясы бар, допты жыртып алуға дайын тұратын. Ал Пирло маэстро. Ол ешқашан ондайға араласпайтын. Пирло маған: "Поль, бұл менің аймағым. Мұнда жақындама, сабыр сақта. Доп өзі саған келеді" деп жиі айтатын. Тактикалық тұрғыда одан біраз тәлім алдым. Ол алаңда қателік жіберсе де, ештеңе болмағандай допты қайта сұрап алып ойынды басқара беретін. Бір матч есімде. Пирло ортада қисық басып беріп, біз қарымта шабуылдан гол өткізіп ала жаздадық. Сол эпизодтан кейін тағы бір қателік жасады. 1 минуттан соң ол тағы доп сұрап пас асыра алмай қалды. Бәріміз шок болып тұрмыз. Оған қарамастан беті қайтпай доппен ойынды жүргізе берді. Пас. Ақыры сол ойында 2 ассист жасады, қателеспесем. Сол кезде мен болсам, бәлкім бір сәтсіз пастан кейін тәуекелге бармай, оңай пастармен ойынды түзеуге тырысушы едім. Бірақ Андреа өзің нағыз бос екенін дәлелдеді. Қатарынан 3 сәтсіз пасқа қарамай, лонгболдармен, құйтырқы пастармен нәтиже алып келді. Одан үлкен сабақ алдым. Қай жартылай қорғаушымен ойнаған ұнады? Осы уақытқа дейін ең үздік серіктесім деп кімді айта аласың? Бұл ең үздігі деп бөліп айтқым келмейді. Өйткені Ювентуста Пирло, Маркизио, Видальдармен ойнау бір бөлек ләззат еді. Ал Франция құрамасында Матюиди мен Кантемен ойнаған мүлдем бөлек сезім. Олар маған ұқсамайды. Алаңда тоқтамай жүгіреді. Қорғаныстың бәрін өз мойнына алады. Маған тек допты алып, шабуылға шығу қалады. Канте маған: "Пол, уайымдама. Мен жүгірейін, сен шабуылда" дейді. Матюиди де дайын тұрады. Ойын біткенде тіпті шаршамайды қаласың. Олар тек доппен емес, допсыз да сұмдық еңбекқор. Сенің артың жабады. Олармен ойнағанда құрамда артық бір футболшы бар сияқты сезінесің. Сосын Юнайтедте Матичпен ойнаған ұнады. Еңгезердей, агрессивті, пас бере алатын өте сапалы ойыншы. Бруномен де ойнаған ұнады. Бірақ ол кезде мен жарақаттан жаңа оралғам. Команда форматын өзгертті. Ол ондықта ойнады. Скотт пен Фред те ортада болды. Ол кезде арамызда толық байланыс орнап үлгермеген сияқты. Бірақ Брунудың да деңгейі сұмдық еді. Әлем чемпионатын ұтып алғанда ең бірінші ойына не келді? Орындалған арман. Бала күнімде әкеммен бірге кассетадан әлем чемпионаттарын көретінмін. Сол кездегі ең үлкен арманым осы еді. Бірақ мен бұл турнирді ұтқанда әкемнің өмірден өткеніне 1 жылдай болған еді. Сондықтан бұл жеңіс мен үшін де, әкем үшін де ұлы жеңіс болды. Бұдан асқан сезім жоқ, Рио. Бұл мен ешқашан бағыма бұйырмаған арман. Бірақ айтшы, сол Франция құрамасында саған не әсер етті? Өйткені ол жақта біз ең үздік Поль Погбаны көрдік. Маған барлығы сенім артты. Бапкер, штаб, ойыншылар, сен өзіңді жақсы көргенін, бағалаған сезсең, өзге ештеңе туралы ойламайсың. Тіпті медиамен сөйлесуді 4 жыл тоқтатқан едім. Дешам келіп, журналистермен сөйлес, оларды өз жағыңа шығар деді. Сол кезде фандар мен медиа мені жай ғана прическа қоятын бала емес, команданы соңынан ерте алатын нағыз көшбасшы ретінде көрді. Рибери, Бензема, Эвра сияқты аңызда тұрғанда мен үндемейтінмін. Ал олар кеткен соң уақытым келді. Турнир алдында Дешам, Лиарис, Варан, Жиру және Матюиди бәріміз жиналдық. Сол кезде жасым 25 еді. Олар маған: "Сен жастар мен үлкендердің ортасындасың. Команданың басы көшбасшысы сенсің" деді. Бұл маған ішкі потенциалымды толық ашуға үлкен көмек болды. Кейде сол старшактар маған келіп: "Поль, аналарға мынаны айтшы.
сен оларға дұрыс түсіндіре аласың ғой деп келетін. Меніңше сен Мбаппеге де сұмдық әсер еттің. Сенсіз Мбаппе, ал Мбаппесіз сен олай жарқырай алмас едіңдер. Килианмен арадағы түсіністіктің сыры неде? Білмеймін, біз бір-бірімізді сөзсіз түсінеміз. Ол сұмдық жүйрік. Кейде пас беруден сәл қателесіп кетсем де жылдамдығымен допты қуып жетеді. Оның бос аймақтарға жүгіргені өз алдына бір бөлек өнер. Ұлттық құрамада қарсы шабуылға шыққанда допқа алғаш тиіскен сәттен-ақ ол менің қайда пас берерімді, ал мен оның қайда жүгірерін біліп тұрамын. Меніңше оның бұдан да жоғары деңгейге көтерілуге мүмкіндігі бар. Алтын доп деген сияқты. Алтын доп бұл жай ғана уақыт мәселесі. Тайминг өте маңызды. Меніңше ол оны бұған дейін де алуға лайық еді. Ол қазір бұрынғыдан да көп гол соғады. Тіпті Мадридтің өзінде Роналдудың алғашқы маусымдағы рекордынан да көп гол соғып тастады. Ол тек биікке шырқай береді. Мен бұған таң қалмаймын. Білесің бе? Сен Юнайтедте ойнағанда адамдар сенен неге мұндай тұрақтылықты талап еткенін түсінбеймін. Саған берілген рөл мен еркіндік мүлдем басқа болды ғой? Дұрыс айтасың. Ұлттық құрамада немесе Ювентусте тактика, позициям ешқашан өзгермейтін. Олар мені қайда жақсы ойнайтынымды біліп сонда қойды. Ал Юнайтедте жыл сайын тактика ауысады. Бірде сол жақта, бірде оң жақта, бірде шабуылшы, бірде алтыншы, бірде 8-ші номерде ойнаймын. Мені Де Брюйне немесе Модрич сияқты ойыншылармен салыстырады. Бірақ олар жылдар бойы бір орында ойнайды. Мен Эмюде тек 3 жартылай қорғаушымен ойнаған маусымда ғана жыл командасына кірдім. Сонда Юнайтедтегі ең ыңғайлы позиция қайсысы болды? 3 жартылай қорғаушының арасында 8-ші номер. Ақталу емес, бірақ Юнайтедте жанкүйерлер менен допты тартып алуды да, пас беруді де, гол соғуды да бәрін бірдей талап етті. Өзім туралы ойланатын уақыт болмады. Әрине, сен сол кездегі рекордтық трансфер бағана қарай бағалады. Тіпті қазір 100 миллионға келген Грилиш немесе Энцо сияқты ойыншыларға да сен сияқты сұмдық қысым және негатив көрсетіліп жатқан жоқ. Бұл Юнайтед Рио, жауап болса. Оның үстіне трансферлік рекордпен келдім. Тіпті Штормземен бірге түскен таныстыру ролиге сұмдық шықты ғой. Арада Златан, Мхитарян бар, мықты құрам жиналды. Меніңше, мен бұдан да көп нәрсе істей алар едім, бірақ команданың жағдайы да оңай болған жоқ. Не айтқың кеп тұр? Мысалы, қазір Бруно Фернандешті алшы. Ол Юнайтедте қазіргі жүргеннен де артық не істей алады. Егер Бруноды Ситиге апарып қойсаң, ол алтын доптың күштігіне кірер еді. Сұмдық статистикасы мен ойыны үшін. Бірақ командаға жеңіске жетпесе, сені ешкім байқамайды. Футболдың заңы осы. Юнайтедке қайта оралғанда, сен кеткен кездегі Эмюден қандай айырмашылық байқадың? Энергетика мен ішкі мәдениет мүлдем өзгеріп кеткен. Алғашқы айда сені автотұрақта жолықтырып, патқа мына клубтан келісім шартымды аяқталамай жазып келетін шығармын. Себебі бұл бұрынғы Эмю емес деген месіңде ме? Тіпті базадағы тамақтан бастап, ішкі атмосфераға дейін басқаша еді. Роналду, Златан, Руни сияқты аңыздар болғанмен, жалпы тәртіп бұрынғыдай болмады. Одан кейін 6 жылда қаншама бапкер ауысты. Мауриньо, Оле, Рангник. Мұндай үлкен клуб үшін бұл тұрақсыздықтың белгісі еді. Мұнда одан артық нәтиже шығару мүмкін де емес сияқты болды. Мауриньо айтқандай, сол маусымда АПЛ-дегі 2-ші орын өте мықты нәтиже болды. Жалпы Юнайтедте барлығы күмәнді болды. Үлкен клубта ондай былық болмау керек деп ойлаймын. Жол-жөнекей Бруно Фернандес туралы ол мен көрген ең толыққанды, жан-жақты жартылай қорғаушы. Жүгіреді, допты тартып алады, гол соғады, ассист береді деді. Сен Бруно туралы не айтасың? Мен де соны айтар едім. Ол физикалық жағынан маған ұқсамайтын шығар, бірақ бәрін істей алады. Қайталап айтам, Бруно басқа топ клубта ойнаса, алтын доптың үздік үштігінде жүрер еді. Нүкте. Кезінде Лэмпард сияқты өз позициясында сұмдық гол соғып, ассист жасап жүр. Қарсыластар оны қалай тоқтатарын білмейді. Футболды түсінетін кез келген адам Брунудың топ ойыншы екенін мойындайды. Ал Мактоминейдің Италияға барып суырылып шыққанына не дейсің? Сенсең де сенбесең де айтайын. Скоттың Контеге баратынын естігенде Конте оны жақсы көріп кетеді дедім. Себебі Скоттта Антонио ұнататын барлық қасиет бар. Еңбекқор, тәртіпті, жаттығу мен ойында бар күшін салады. Сұмдық жүгіреді, әрі гол соға біледі. Конте оған не істеу керектігін нақты түсіндірді. Ал Скоттқа керегі де осы, айқын нұсқаулық. Ал қазір футболдан қалай ләззат алып жатқанды айтшы? Футболға қайта оралғаныма өте қуаныштымын. Мұндай ауыр кезеңнен өткен соң футболға мүлдем басқаша қарай бастайсың. Футболда шынымен қатты сағыныппын. Өткенді өзгерте алмаймыз ғой, Рио. Мен 2 жылдай футболдан тыс қалдым. Тіпті маған стадионға кіруге де рұқсат бермей қойды. Стадионға сырттан қарап тұрғанымда балаларым: "Папи, алаңға қашан шығасың?" деп сұрайтын. Мен жуырда жақында шығам дейтін. Маған тіпті базада жаттығу жасауға тыйым салды. Тек үйде немесе басқа бір жер тауып, жеке жаттығуға мәжбүр болдым. Осы уақыт ішіндегі ең үлкен жеке сынағың не болды? Отбасындағы кикілжің бе, әлде допинг дау ма? Футболдан шеттетілуім болды. Себебі отбасыңмен келіспей қалсаң да, олар бәрібір отбасың болып қала береді. Ал мына жақта адамдардың көзқарасы бір сәтте өзгеріп шыға келді. Газеттен допинг, тестостерон дегенді оқиды да, шындықта білгісі де келмей бірден үкім шығарады. Сол кезде досым деп жүрген талай адамның шынайы бет бейнесі ашылды.
бірақ мен оларға ренжімеймін, өмір солай. Әкемнен айырылған соң бұл сұмдық өсектердің бәрін есту анама өте ауыр тиді. Одан кейін өзің білесің, мен мұсылманмын. Дін маған мұның бәрінен өтуге сұмдық көмектесті. Пайғамбарымыздың өмір жолына қарасаң, олар қаншама ауыр сындардан өтті. Ал Палестинадағы адамдардың тартып жатқан азабының жанында менің басымдағы жағдай түкке тұрмайды. Соған тәубе деуім керек. Бауырлар арасындағы түсініспеушілік ең алдымен анаға соққы болып тиеді ғой. Қазір біздің басты міндетіміз анамызды бақытты ету. Мүмкін мен де қателескен шығармын. Бауырым да қателігін түсінді. Соңғы нәрсе, 5 ойыншыдан тұратын құраманды айтшы. Жоқ, өтінем, жігіттерге ренжігім келмейді. Кейін мені неге қоспадың, ал мен сені қосып едім деп хабарлама жазады. Бекхэм, Криштиану, Пирло, бәрін қалай сыйдырасың? Қойш, бәрі сенің құрамыңды күтіп отыр. Мен құрметіме болсын. Бір қорғаушы, 2 жартылай қорғаушы және шабуылшылар. Жарай, тырысып көрейін. Қорғаушы Варан. Рафаэльде бәрі бар. Варан сұмдық еді. Саған ұқсайды. Мини сен десек болады. Техникасы да, жылдамдығы да мықты. Ал жартылай қорғанысқа ең бірінші N'Golo Kanté. Онымен ойнағанда алаңда 11 емес, 12 ойыншы сияқтымыз. Екінші жартылай қорғаушы Бруно Фернандес. Өйткені ол да мен өз құрамына қосыпты, ренжітпейін. Бірақ шынымен Пирло, Скоулс, Видальдардың ішінен Бруноды таңдар едім. Бұл таңдауың Бруноның деңгейі туралы көп айтады. Ал страйкерлерші? Осы жерден тоқтаймын. Роналду, Бензема, Златан, Тевес, Анелька, Мбаппе. Олардың қайсысын қалдырамын? Анелька немесе Анридің арасынан таңдау керек болса, Анельканы айтар едім. Оның тағдыры мен мансабы менікіне ұқсайды. Никода бәрі бар еді. Жылдамдық, техника, ақыл. Ал Бензема мен Златанға келсек, Карим нағыз класс. Гол соқпаса да ассист береді. Допты сонда жеңіл ұстайды. Кез келген жерде пасқа ашылады. Ал Златан, оның өзімшіл образын былай қойғанда, күші, техникасы, акробатикалық пастары мен соққылары сұмдығы. Златан бұл ойынның чит коды еді. Достар, арнамызға тіркеліп кетіңіздер.